Servo sizlerden mi? Kaçada otasar? 550 ming so'm. 10 rul Servo 1. 1999. Aha. Döngölöktörü жаңы koydum da otat esi. Monitoru var. Elektro güzgülör, 4 aynekten elektro götürgüçtü. Malibu qanchada otasыңар? 16 ming dollar. Chevrolet Malibu 2. Bunda döngölöktörü qышкы, мақта жақсы сапаттуу липучкаларда екен. 2017 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Ачкысыз кирүү бар. Турбина бар ова. Автофарлар, музыка Bose фирмасынан. Добушмен башкаруу, круиз контроль, жол чыйын ичинде жүрүү, система предотвращения столкновений, бул да аябай жакшы функциялардын бири. Өчүрүп жандыруу бар экен. Электроручник, партрониктерди өчүрүп жандыруу. Жакшы. Алды аркасынан тең бар экен. Отуруштардын жылуутусу бардыгын тарабында бар дейт. Комплектацияда жақсы екен. 17 миң дедіңер ме? 16 миң доллар. Кеме бар дейді. Так, Honda Mobilio Spike 2002 1.5 оң рульду. Бұл да жақшынақай уна. Ассаламу алейкум. Қаншада отасыздар? 440 миң. Бұл жағы бір жағы ошонда электромен ачылат экен да. Жакшы, бир зоналуу климатта. Электро күзгүлөр жыйылуусу менен кошо. 450 миң деди. Рашид темир номеринде экен. Жаз канча болуп атат экен? Канчада отасыздар? 680 миң. Honda Jazz 2 коробка вариатор 2009 1.3. Жанынан өтүп калсаң тартып койма. Honda Step Wagon 2001 560 миң сом кеми бар. Қайсы? Қайсы жерде? Азыр жанынан өтіп қалсам тартып қойма. Honda Stream 2001 оң руль 420 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлар жакшы болду. Civic'ти канчада отасыздар? 450 миң сом. 2004 Honda Civic. Так, бұл жақта Ipsum. Toyota Ipsum 2001 2.4 680 миң окшойт, адашпасам. Biraz düşünüksüz болып қалып тұр, жазылса şu бағасын. Honda Fit. Планшет бар. Kırgızstan номерінде. 2003 1.5 570 миң сом. Sizlerden kança oldu da? 680 ming so'm kemi var. 2003 1.5. Üzgülerini повторитель поворота бар. Монитор қойылған. Кондиционер бар. Так, мында кепка, камера. Бар. Ага, қанша oldu da? Bası qancha? Bası
бағасы 480 мың. 480 миң сом. Ол идеалный. Өзінікі жасалған. Родной. 480 миң сом. 2003, 1-3. Жақшы. Бұл қанша болып атады? 670 миң. Бұл уже башқаша көрінеді. Жаба бамперлерінде обвестер, туманиктері бар. Баяқындай фикс деп қоз ба. Дискаларында 2003, 1.5. Bir zonalı климат, монитор бар, ролі қара кожада. Камера бар дейді. Камера қайсы жан? Шаны айтам да, көрінбеді. Дам, несі бар дедің? Az бұл жақта? Катализатор бар, типтрониктердің бардығы іштейді. Электрогүзгілер жиылысы менен қошо. Анан да бір фит. Бұл да Россия темір номерінде. Екінші муындағы туманиктер бар. 2012 гибрид екен, жақшы. 750 миң сом. Фит. Да, бір фит. Аз жаннан өтіп қалсын тартып қалма. 2002, 1.3. 475 миң сом. Обвестерді. Көрсет қойын. Заводской чықанақ тірегічі бар. Бұлар Twix дискаларда 15 дюймдік болады. Шыналар. Да бір фит. 2003, 1.5. 700 миң сом. Бұда да бір өзгөчелөніп люк бар екен. Заводской люк дейді. Монитор, бір зоналы климатта, роллін кожа. Так, бұл жерде да бір фитті көрдім. Көрсетіп болық. Фит қанша болып ататкен? 580 миң сом. 2002, 1.3. Қырғызстан номерінде. Туманиктері бар. Фит сатылбады? Жоқ. 520 миң сом. 2001, 1.3. Тез арада сатылады. 509, 09, 31, 17 номерінде. Фит 2003, 1.5. 650 миң сом. Honda Step вагонды сұрайлы, Армения номерінде 2005. Қимылдатқышын көлемі 2 куб. Бұғасы қанша болды екен? Қаншада отастар? 10,5 миң. Монитор бар, японский өзінікі. Гаразерия аталышында. Так, спада. 10,5 миң доллар. Анан Toyota East көріп отам. Toyota East 2003, 1.3. 490 миң сом. Мына ушун менен биз видеолорубузду бүгүнкү чыгарылыштарыбызды жыйынтыктай беребиз. Сиздер көнүп калган бардык темадагы видеолорубузду бөлөк кылып туруп тарттык. Көрүңүздөр, маалымат алыңыздар. Сиздерге керегиңиздерге жарасын. Пайдалуу болсун демекчибиз. Анан биздин ушул аракет мээнеттерибизди баалап, машина кейжин
лайк басып ар бир видеобузга комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Машина Кейджи каналы TikTok'та дагы бар. Машина Кейджи Z деген аталышта, ал жактан дагы ыкчам түрдө кыска нуска видеолорду киргизип турабыз. Көрүңүздөр. Ал жакта да жүрөкчөнү басып коюуну да унутпаңыздар. Жалпыңыздарга, бардыгыңыздарга тең ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эндиги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.